Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі табиғи, қолжетімді үйде бар заттардан жасалатын қоюлатылған сүт, яғни сгущенка рецептімен бөлісетін боламын. Видео ұнап жатса міндетті түрде соңына дейін көріп, қоңыраушаны басып, тіркеліп, лайк басып, қолдай кетіңіздер. Ең әуелі ыдысымызға 1 литр піспеген сүт құямыз. Сүт міндетті түрде чикі болу керек. Сосын 2 стакан қант саламыз. Сосын сүтті отқа қойып, қанты ерігенше араластырамыз. Міндетті түрде қасынан кетпей араластырып тұрамыз, әйтпегенде асты күйіп кетеді. Сосын өз қалауларыңыз бойынша ванилин салсаңыздар болады. Міндетті емес. Мен бірақ ванилин салам. Сүт пен қант бірдей уақытта жай отта еру керек. Осылай жай отта қайнау керек. Мінеки сүтіміздің түсі өзгере бастады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мінеки достар, сгущенка уже дайын. Менде 50 минуттай шамамен уақыт кетті. Бұл жерде сүттің қоюлылығына байланысты. Әркімде әрқалай. Енді бұны 1 сағат холодильникке қойып қоятын боламыз. Міне достар, 1 сағат холодильникке қойып қойдық. Сосын міне алғандағы нәтижеміз өте дәмді әрі қолжетімді, дүкендікінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ұнап жатса пікір қалдырып тіркеле кетіңіздер.